Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін KFC-дан еш кем түспейтін, сочный болып шығатын осындай стрипсилар дайындаймыз. Ең алдымен мариновкасын дайындап аламыз. Жұмыртқаға тұз, паприка, қара бұрыш және де кез келген приправа қоссаңыздар болады. Содан соң су қойып, барлығын араластырып, үстінен ұн қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң тауықтың төс етін осылайша бірнеше бөлікке бөліп алып, мариновкамызға 1-2 сағатқа салып қоямыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Дәл осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, міндетті түрде дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер және де комментарияға жаза кетіңіздер пікірлеріңізді. Енді панировкасына кірісеміз. Тағы да ұнға тұз және де паприка қосып араластырып аламыз. Бір-екі сағат өткеннен кейін мариновать етіп қойған тауықтың төс еттерін панировкаға екі жағы матырып, қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Мінекей осындай түс шығуы қажет. Енді соусына кірісеміз. Маринатталған қияр, чеснок, қаймақ және майонез қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің соусымыз дайын болады. Осымен біздің дәмді стрипсиларымыз дайын болды. Міндетті түрде соусымен бірге дайындап көріңіздер. Және де видео ұнаған болса, лайк баса кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Жадыра, баршаларыңызға ас болсын.